Әке шешемен қарым-қатынас менің өміріме қалай әсер етті деген сұрақ келіп жатыр. Ол туралы менің осы «Миллион қарыздан миллиард табысқа» атты кітабымда толық ашылып жазылған. Ал менің өмірімде ол кісілер тікелей әсер еткен адамдар. Өйткені мен өзім айтам ғой, мені көбі проекті, Талғат проекті деп жатады. Я, мен проектмін. Мен әкем Сақан, анам Гүлсараның проектісімін. Олар мен осы өмірге әкеліп, тәлім тәрбие беріп, әрқашанда тілекші болып, және де сонымен қатар барын берді. Бұл өмірдегі осы Талғаттың қазіргі Талғат болып қалыптасуына барын берген адамдар. Сол себепті де менің осы өмірдегі барлық жетістіктерім тікелей ата-анамның жетістіктері. Осы күнге дейін сол кісілерді жаныма алып жүріп, ол кісілердің ақылын бір кездесулерге кетіп бартсам, анамнан сіз маған дұға етіп қойыңызшы деп, сол кездесулерге барған кезде басымды көтеріп нық сеніммен баратыным сол анамның маған деген әр намазындағы дұғасы, әкемнің тілеген батасы, тілегі деп ойлаймын.